Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім, үміттің қирауы және ақ түтек боран. Қаңтардың қаһары және жүректегі көктем. Пойыздың шойын доңғалақтары рельсті бір қалыпты тоқылдатып алға қарай ұмтылып келеді. Вагон терезесінің сыртында көзге түртсе көргісіз қараңғылық. Оқтын-оқтын ұйтқып соққан ақ түтек боран ғана солтүстіктің қатал қысы өз билігін жүргізіп тұрғанын еске салады. Қаңтардың мұздай аязы темірдің өзін шытырлатып жіберетіндей суық еді. Алайда терезеге қарап отырған Русланның ішкі жан дүниесінде нағыз көктем орнап гүл жахап тұрған болатын. 2 жыл. 2 ұзақ қауіп-қатерге, қан мен терге толы жыл артта қалды. Ол арнайы мақсаттағы әскери жасақта елдің ең шеткі, ең қауіпті шекаралық аймағында келісім-шартпен қызмет етті. Таулы, жабайы табиғат пен қаскөйлердің ортасында өткен күндер оны шыңдап, нағыз темірдей қайсар еркекке айналдырды. Оның кеудесінде мен арқасында бірнеше тыртықтың ізі бар. Бірақ сол жаралардың бәріне ол тек бір ғана адам үшін, өзінің жанынан артық сүйетін әйелі Сәния үшін төзген еді. Руслан қалтасынан кішкентай, қызыл барқыт қорапшаны шығарды. Ішінде жарқыраған гауһар тасты алқа жатыр. Ол осы алқаны алу үшін айлап жалақысын жинап, тамағынан жырып, үнемдеп жүрді. Ол Сәнияның сыңғырлаған күлкісін, оның жібектей шашын елестетті. Осыдан 2 жыл бұрын оны вокзалдан шығарып салып тұрып, Руслан, мен сені күтемін. Тек маған аман оралшы. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын деп жылаған сәті көз алдынан кино таспасындай өтті. Бұл елес оны талай рет ажал аузынан аман алып қалған еді. Пойыз үлкен бекетке келіп тоқтады. Вагоннан сыртқа қадам басқан сәтте 35 градустық аяз бетті қамшымен ұрғандай қарып өтті. Руслан әскери үлгідегі қалың қысқы күртешесінің жағасын көтеріп, иығына ауыр жолдорбасын асты. Ол Сәнияға өзінің келетінін айтқан жоқ. Бұл оның өміріндегі ең үлкен, ең бақытты тосынсыйы болуы тиіс еді. Есікті қағып кіргенде әйелінің қуаныштан шаттанып, мойнына қалай асылатынын елестетіп, жауынгердің жүрегі атқақтай соқты. Такси ұстауға да болар еді, бірақ ол туған қаласының ауасымен тыныстап, жаяу жүргісі келді. Аяз сүйектен өтетіндей суық болса да, Руслан оны сезбеді. Оның қадамдары нық, көңілі көтеріңкі, аяғы жерге тимей ұшып келе жатты. Бөтен иіс және күтпеген көрініс. Олардың пәтері қаланың жаңадан салынған, Жайлы ауданында орналасқан. Бұл пәтерді Руслан әскерге кетер алдында ғана өзінің бар жиған тергеніне несие алып жүріп сатып алып, Сәнияның атына аударып берген болатын. Сен менің өмірімнің мәнісің, менің бар байлығым да, шаңырағым да сенікі деген еді ол сонда. 7-ші қабатқа көтеріліп таныс қоңыр есіктің алдына келді. Руслан қалтасынан кілтін шығарды. Қуаныштан қолы сәл дірілдеп кілтті құлыпқа салды. Құлып дыбыссыз сырт етіп ашылды. Ішке кіргенде пәтердің іші жып-жылы, әрі жарық екен. Бірақ Русланның танауына бірден бөтен иіс келді. Бұл Сәнияның ваниль араласқан тәтті иіс суы емес, қымбат еркектер одеколонның және шетелдік темекінің өткір иісі болатын. Руслан қабағын түйді. Оның көзі дәлізде тұрған аяқ киімге түсті. Ер адамның қымбат, жылтыраған қара туфлиі. Русланның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Тамырындағы қан мұздап жүре берді. Мүмкін ағасы немесе туыстары келген шығар. Деп өзін-өзі алдағысы келді. Ол іштей жамандықты сезсе де, мойындағысы келмей. Ол қалың күртешесін шешіп ілгіш келді. Жолдорбасын ақырын ғана еденге қойып, үстіндегі жұқа әскери жемпірмен қонақ бөлмеге қарай аяғының ұшымен жүрді. Бөлмеден баяу, романтикалық музыканың және 2 адамның сыңғырлап күлген даусы естілді. Руслан есіктің жақтауына сүйеніп ішке қарады. Бұл көрініс оның миына қорғасын оқтай қадалды. Оның бүкіл әлемі, бүкіл арманы бір секундтың ішінде тас-талқан болып қирады. Үстелдің үстінде қымбат шампан, жеміс-жидектер, жағылған шырақтар қойылған. Ал диванда оның Сәниясы, үстіне тек қысқа, жұқа жібек халат қана ілген әйелі, бейтаныс бір еркектің құшағында күліп отыр. Еркек 30-дар шамасындағы, шашын артқа қайырған, қолында алтын сағаты жалтыраған, өзін тым еркін ұстайтын байшы кешеді.
Ол Сәнияның мойнынан сүйіп, оған әлденені сыбырлап жатты. Мақсат, қойшы енді, деді Сәния назды дауыспен еркектің кеудесіне басын сүйіп. Мен сені осынша күттім ғой. Баяғы сенің солдат күйеуің ше? Әскердегі батырың қашан келеді? Деп күлді бейтаныс еркек мысқылдай. Ой, оны айтпашы маған. Көңіл күйімді бұзбашы, Сәния қолын сілтеді. Оның даусында Русланға деген ешқандай сағыныш түгілі құрмет те жоқ еді. Келер айда келуі керек. Ол келгенше мен заттарымды жинап, сенің үйіңе көшіп үлгеремін. Оның сол баяғы әскери киімінен, шексіз күтуден, оның тиын тебенінен әбден шаршадым. Маған нағыз өмір керек, Мақсат, ал сен маған сол өмірді беріп отырсың. Пәтер онсыз да менің атымда, оны тездетіп сатып, екеуміз бизнеске саламыз. Соққы және опасыздықтың ашы дәмі. Русланның құлағы шыңылдап кетті. Оның көз алды бұлыңғырланып, ауа жетпей қалғандай болды. 2 жыл бойы оқ пен оттың ортасында мұздай окопта жатып атын атап жылаған әйелі оның маңдай термен келген пәтерін сатып, көңілдесімен тайраңдамақшы ма? Ең сұмдығы, ол мұны күйеуі әскерде, отан қорғап жүргенде, еш ұялмай, арсыздықпен жоспарлап отыр екен. Руслан бөлмеге басып кірді. Оның әскери бәтеңкесінің ауыр күрсілінен бөлмедегі музыканың даусы да өшіп қалғандай болды. Мен қазір-ақ келдім, Сәния, деді Руслан қарлыққан, тастай суық дауыспен. Сәнияның көздері шарасынан шығып, орнынан атып тұрды. Оның жүзінен қан қашып қабырғаға сүйене кетті. Руслан, сен келер айда келуің керек еді ғой, деп баж ете түсті ол. Оның даусында ұялу немесе кінәсін сезіну емес, жоспары бұзылғанына деген ашық ыза басымырақ еді. Мақсат та орнынан баяу көтерілді. Ол ешқандай саспастан, халатының түймесін салып, Русланға мысқылдай қарады. О, батыр оралды. Есікті қағып кіруді үйренбеген екенсің ғой, братишка, деді тәкаппар, паң үнмен. Русланның бойындағы бүкіл қаны басына шапты. Ол ешқандай сөз айтпастан Мақсатқа қарай жолбарыстай атылды. Арнайы жасақтың жауынгері үшін бұл бөлмедегі байшкешті құлату 1 секундтық қана іс еді. Руслан оның жағасынан шап беріп ауаға көтеріп алды да шыны үстелдің үстіне бар күшімен лақтырып жіберді. Үстелдің шынысы шашырап сынып, Мақсат бақырып жіберді. Руслан, тоқта, тиіспе оған. Жындымысың? Деп шыңғырды Сәния, Русланның арқасына жабысып. Ол өз күйеуін емес, көңілдесін қорғап жатты. Бұл көрініс Русланның жүрегін тірідей суырып алғандай болды. Ол Сәнияны қолынан қағып жіберді. Сәния еденге құлап түсті. Сен? Русланның даусы дірілдеп кетті. Ол оған қарауға жиіркеніп тұрды. Мен сен үшін сол жақта өліммен бетпе-бет келдім. Мен сенің суретіңе қарап қана тірі қалдым. Ал сен менің шаңырағымды былғадың. Ең арзан, ең лас жолмен былғадың. Сәния еденнен тұрып халатын түзеді. Оның жүзіндегі үрей енді ашық агрессияға ұласты. Адамның бетпердесі сыпырылғанда оның нағыз құбыжық бейнесі көрінетіні осы еді. Иә, былғадым. Өйткені мен шаршадым, Руслан. Мен сенің тиын тебеніңді санап, сені күтіп терезеге қарап отырудан шаршадым. Сен еркек емессің, сен жай ғана әскери құлсың. Маған ақша керек, маған назар, қымбат киімдер керек. Мақсат маған бәрін берді. Бұл пәтер менің атымда, ұмыттың ба? Бұл менің үйім. Сенің бұл жерде ештеңең жоқ. Заң бойынша да сен маған ештеңе істей алмайсың. Руслан өз құлағына өзі сенбеді. Оның алдында тұрған әйел баяғы өзі ғашық болған нәзік, ибалы Сәния емес, ақшаға сатылған, көзіне қан толған құбыжық еді. Мақсат еденнен ыңырсып тұрып бетіндегі қанды сүртті. Сен бұл үшін жауап бересің, әскербай, деп ысылдады ол. Сосын қалтасынан телефонын шығарып әлдекімге қоңырау шалды. Жігіттер, 7-ші қабатқа көтеріліңдерші. Мұнда бір қоқыс бар, шығарып тастау керек. Руслан оларды сол жерде өлтіріп тастай алар еді. Оның бойындағы күш-қуат пен қаһар оған толық мүмкіндік беретін. Оның бір соққысы Мақсаттың өмірін үзуге жеткілікті болатын.
Бірақ ол анасының ешқашан әйел адамға қол көтерме және арам адам үшін өз өміріңді түрмеге байлама деген сөзін еске алды. Ол өзінің ластанғанын, бұл үйдің ауасы оған таршылық етіп тұншықтырып тұрғанын сезінді. Маған сенің үйіңде, сен де керек емессің, деді Руслан басын тік көтеріп. Қалтасынан бағанағы барқыт қорапшаны шығарды да, оны бар күшімен қабырғаға ұрды. Гаухар алқа жарқырап, сынық шынылардың арасына түсті. Бұл сенің құның. Сен осыған ғана лайықсың. Арзан дүние. Аяздағы қуғын және қақаған түн. Ол бөлмеден шығып дәлізге беттеді. Өзінің күртешесін ілгіштен алмақшы болып жатқанда есік жұлқа ашылып, ішке 3 дәу күзетші кіріп келді. Олар Мақсаттың жүргізушісі мен оққағарлары еді. Осыны далаға лақтырыңдар. Ешқандай затын беруші болмаңдар, деп бақырды Сәния, көз алар. Ол тіпті Русланның қысқы күртешесін беруге де қимады. Мүмкін оның үсіп өлгенін қалады ма екен. Күзетшілер Русланға жабылмақ болды. Руслан біреуінің ішінен теуіп, екіншісін қабырға соқты. Бірақ үшіншісі оның арқасынан ауыр соққы жасады. Төбелес ушығып кетуі мүмкін еді. Полиция келіп, жағдай Русланның зиянына шешілетінін ол түсінді. Пәтер Сәнияның атында болғандықтан заң бойынша Руслан бұл жерде бөгде адам еді. Ол қанға бөккенше төбелесуден мән көрмеді. Оның ішкі әлеміндегі күйру физикалық аурудан 1000 есе ауыр еді. Руслан есікке қарай шегініп, өзі сыртқа шықты. Артынан оның жолдорбасы лақтырылды. Екінші рет бұл маңнан қараңды көрсетпе. Келсең полиция шақырамын, деп Сәния есікті тарс жапты. Құлыптың сырт етіп жабылған даусы Русланның бұрынғы өмірінің, оның махаббатының соңғы нүктесінде естілді. Руслан баспалдақпен төмен түсті. Ол күртешесіз қалғанын енді ғана түсінді. Үстінде тек жұқа әскери жемпір. Пәтер кілті іште қалған, телефоны да күртешесінің қалтасында кеткен еді. Сыртқа шыққанда қаңтардың 40 градустық аязы оның бетіне қамшыдай тиді. Боран бұрынғыдан да күшейіп, көз аштырмай ұйтқып соғып тұр екен. Айналадағы әлем түгелдей ақ түтек қараңғылыққа оранған. Руслан қардың үстіне құлаған жолдорбасын алды. Оның ішінде ештеңе жоқ еді, бір екі ауыстыратын жаздық киім, әскери құжаттары және анасының ескі суреті. Ақшасының бәрін сол пәтерге, ал қалғанын бағанағы алқаға жұмсап жіберген. Оның қалтасында таксиге төлейтінде, қоңырау шалатында көк тиыны жоқ болатын. Ол қалада жалғыз қалды. Оның барар жері де, басар тауы да жоқ еді. Ата-анасы ауылда, бұл қаладан 100 шақырым алыста тұратын. Достарының көбі басқа қалаларға көшіп кеткен, ал қалғандарының мекен-жайын жатқа білмейтін. Аяз оның жұқа жемпірінен өтіп сүйегіне жете бастады. Руслан алға қарай жүрді. Қайда бара жатқанын өзі де білмейді. Көшеде бірде-бір адам, бірде-бір көлік жоқ. Қараңғылық пен ақ түтек боран ғана оның серігі болды. Жел оның құлағына сен ешкімге керек емессің, сенің өмірің зая кетті деп ысқыратындай. Оның жүрегіндегі ауру тәніндегі аяздан да күштірек еді. Неге? Мен оған не жаздым? Мен өз жастығымды, денсаулығымды сол үшін сарп еттім ғой. Мен оны қорғадым ғой деген сұрақтар оның миын бұрғылай берді. Руслан тоңып, тістері сақылдай бастады. Оның аяғындағы жаздық әскери бәтеңкесінің ішіне қар кіріп, саусақтары мұздап, бірте-бірте жансыздана бастады. Егер ол қазір бір жылы жер таппаса, осы көшеде үсіп өлетіні анық еді. Ол аялдаманың шыны қалқанына барып паналамақ болды, бірақ жел оны да тесіп өтіп жатты. Русланның көз алды тұманданып, ұйқы қыса бастады. Бұл үсудің ең қауіпті соңғы белгісі екенін ол әскери дайындықтан өте жақсы білетін. Ұйқы келсе, адамның аязда мәңгілікке көз жұматыны сөзсіз. Ол қардың үстіне етбетінен құлап түсті. Көзін жұмғанда Сәнияның кекесінді күлкісі мен Мақсаттың мысқылы есіне түсті. Бұл елестер оның намысын қайрай түсті. Жоқ, мен бұлай өле алмаймын. Мен жауынгермін. Мен оларға бұлай жеңіле алмаймын. Менің өлімім олар үшін үлкен сыйлық болар еді, деді ол ішінен өзіне өзі бұйрық беріп. Руслан тісімен қарды тістелеп, бар күшін жинап орнынан қайта тұрды. Ол алдағы бұлыңғыр қараңғылықтан жалғыз ғана жарық жанған жертөленің терезесін байқады.
Бұл оның өмір сүруге деген соңғы әлсіз үміті еді. 2 бөлім. Ажалдың араны және кектің жаңа стратегиясы. Өлім мен арпалыс және үміт сәулесі. Қаңтардың қаһарлы аяз адам тәнін ғана емес, жанын да сүтіп жіберетіндей сұмдық еді. Русланның аяқ-қолы баяғыда сезімнен айырылып, мұз кесегіне айналып кеткен. Қалың қарды омбылап, жертөленің терезесіне қарай ұмтылған әрбір қадамы оған мың батпан жүктей көрінді. Жоқ, мен олардың қуанғанын көрмеймін. Мен бұлай өлу үшін жаралмадым. Деген ішкі қарсылық оның өшуге таяған өмір отына дем бергендей болды. Ол терезеге жетті. Жартылай көміліп қалған терезенің сыртында темір тор бар екен. Руслан үсіп қансыраған саусақтарымен темір торға жабысып әйнекті қақты. 1, 2, 3. Бірақ оның соғуға да шамасы қалмаған еді. Дыбыс тым әлсіз шықты. Жартылай ашық терезе саңлауынан жертөленің жылы ауасы. Көмір мен ескі пештің иісі сезілді. Бұл иіс Руслан үшін жұмақтың жұпарындай көрінді. Ол соңғы күшін жинап көмектесіңіз деп ыңырсыды да қардың үстіне етпетінен құлады. Оның санасы қою қараңғылыққа сіңіп, әлемнің барлық дыбысы мен сыбдыры бір жола тоқтап қалғандай болды. Арада қанша уақыт өткені белгісіз. Кенет ауыр темір есіктің сықырлап ашылған дауысы шықты. Әлдекімнің жылы, қарулы қолдары оның күртешесіз, мұздай денесін қардан жұлып алып, ішке қарай сүйрете бастады. Руслан тек, о тоба, мына бала мұз болып қатып қалыпты ғой, деген қарлыға шыққан еркек даусын еміс-еміс естіді де, терең тұңғиыққа қайта құлап түсті. Қасым шалдың панасы. Руслан көзін ашқанда, танауына қайнаған қара шайдың, қандай да бір шөп дәрілердің және жанып жатқан ағаштың иісі келді. Ол өзінің ескі, темір торлы төсекте, үстіне бірнеше қалың көрпе, тіпті ескі тон жабылған күйде жатқанын түсінді. Денесі от болып жанып, әрбір жасушасы мыңдаған ине шаншығандай қатты ауырып жатыр екен. Бұл үсіген қан айналымының қайта қалпына келе бастағанының, яғни аман қалғанының белгісі еді. Ояндың ба, бауырым? Деген қарлыққан, бірақ өте мейірімді дауысы естілді бөлменің бұрышынан. Руслан басын бұрып қарады. Қызарып жанып жатқан пештің жанындағы кішкентай үстелде елулерден асқан, шашын бурыл шалған, үстіне ескі жұмысшы киімін киген адам отыр екен. Оның жүзіндегі терең әжімдері мен өткір көздері өмірдің талай ашы тұшысын көргенін айғақтап тұрғандай. Мен қайдамын? Деп сыбырлады Руслан, тамағы кеуіп. Сен кеше түнде о дүниеге аттанып кете жаздаған жеріңдесің. Осы көп қабатты үйдің жертөлесі. Мен осы үйдің аула сыпырушысы әрі сантехнигімін. Атым Қасым, деді ол кісі орнынан тұрып. Ол Русланға ыстық шай құйылған үлкен темір кружканы әкеліп ұсынды. Мә, іш. Ішіңді жылыт. Сенің бағыңа орай, мен кеше түнде құбырларды тексеріп жүріп, терезенің қағылғанын естіп қалдым. Тағы 5 минут жатқаныңда сені бүгін мәйітханаға апарар еді. Руслан ыстық шайды жұтып, бойына жылу жүгіргенін сезінді. Ол Қасым ағаға алғыс айтпақ болып еді, бірақ кешегі түннің сұмдық естеліктері миына найзағайдай жарқ етіп оралды. Сәнияның кекесінді күлкісі, Мақсаттың мысқылы, аязға қуылып шыққан сәті. Русланның кеудесіне үлкен тас тұрып қалғандай болды. Ол кружканы 2 қолымен қысып тісін шықырлатты. Көзінен бір тамшы ашы, жас сырғып түсті. Бұл физикалық аурудың емес, өлтіре соққан сатқындықтың жасы еді. Қасым аға оның халін бірден түсінді. Ол Русланның жұқа әскери жемпіріне, арқасындағы тыртықтарға қарап, бұл жігіттің жай қаңғыбас емес екенін білген болатын. Жарақатың тәннен емес, жаннан екен ғой, батырым, деді Қасым аға темекісін тұтатып, терең күрсініп. Сен сияқты темірдей жігітті аязда далаға қуып шығатындай не болды? Әлде өз шаңырағыңнан өзің қуылдың ба? Руслан үнсіз қалды. Бірақ оның ішіндегі шер тарқауды, біреуге ақтарылуды қажет етіп тұр еді. Ол 2 жылдық ауыр қызметін, Сәнияны қалай құлай сүйгенін, бұл пәтерді оған қалай сеніп сыйлағанын, ал кеше түнде қандай сұмдықты өз көзімен көргенін бір деммен айтып берді. Ол сөйлеген сайын ішіндегі ызасы қайнап, жұдырығы түйіле берді.
Мен оларды сол жерде өлтіруім керек еді, деді Руслан қараңғы бұрышқа қарап, көзінен от шашып. Менің оларды жұлып тастауға күшім жетер еді. Бірақ мен далаға ит құрлы болмай шығып кеттім. Мен өз-өзімді жек көремін. Қасым аға оның сөзін бөлмей, соңына дейін тыңдады. Содан кейін ауыр күрсініп, оның иығына қолын қойды. Сенікі дұрыс болған, бауырым. Егер сен оларды ұрып тастасаң, немесе қан төксең, бүгін жылы төсекте емес, темір тордың артында, камерада отырар едің. Ал әйелің мен оның көңілдесі сенің пәтеріңді сатып, шетелде тайраңдап жүрер еді. Олар сенің өміріңді бір жола құртқан болар еді, деді Қасым аға. Мен де кезінде сен сияқты қызба, намысшыл болғамын. Менің де әйелім мен ең жақын досым бірігіп, бизнесімді тартып алып, өзімді жаламен соттатып жіберген. Содан бері міне, осы жертөледемін. Сондықтан саған айтарым, кек алу үшін бұлшық ет емес, суық ақыл керек. Сен арнайы жасақтың жауынгерсің ғой. Ендеше неге қатардағы бұзақы сияқты ойлайсың? Жоспар құр. Стратегия жаса. Олардың өз қазып жатқан орларына өздерін итеріп жібер. Кек деген тамақты суытып жеу керек. Бұл сөздер Русланның санасында үлкен төңкеріс жасады. Шынында да ол майданда тактика мен стратегияның нағыз шебері емес пе еді? Күрделі операцияларды жоспарлайтын офицер неге өз өміріндегі жауларға қарсы сол қабілетін қолданбасқа? Сәния оны ақылсыз әскери құл деп мазақ қылды. Ал мақсат оның маңдай термен келген пәтеріне иелік етпекші. Олар тым ерте қуанды. Русланның жанарындағы мұң мен үмітсіздік лезде жойылып, орнын мұздай суық, есеп айырысудың қатал оты басты. Жаралы жолбарыс есін жиған еді. Маған телефон керек, Қасым аға. Телефон және бірнеше күн осы жерде тұруға рұқсат етсеңіз, деді Руслан орнынан тік тұрып. Оның даусында бұрынғы сенімділік, офицерлік қатаңдық қайта оралған болатын. Әскери бауырластық. Қасым аға өзінің ескі, бірақ жұмыс істеп тұрған түймелі телефонын берді. Руслан миында жаттаулы тұрған бір нөмірді терді. Бұл оның әскердегі ең жақын бауыры, қазіргі таңда қаладағы ірі жекеменшік қауіпсіздік және технологиялар компаниясының басшысы Мәдидің нөмірі еді. Телефон тұтқасын көтерген Мәдидің даусы ұйқылы ояу шықты. Алло, бұл кім? Мәди, бұл мен, Руслан, маған көмегің керек. Өте шұғыл. Жарты сағаттан кейін жертөленің алдына қара түсті, үлкен жол талғамайтын көлік келіп тоқтады. Мәди ішке кіргенде Русланның халін көріп шошып кетті. Бауырым ау, саған не болған? Түріңді қарашы, деп ол Русланды қатты құшақтап алды. Руслан жағдайды қысқаша, нақты түсіндірді. Мәдидің көздерінен қаһар оты жанды. Әскери бауырластық деген қасиетті ұғым болатын, ал досының мынадай қорлыққа ұшырағанын, аязда далаға тасталғанын есту Мәди үшін де ауыр соққы үлкен намыс еді. Ол сүмелектің аты жөні кім? Мақсат дедің бе? Көлігінің маркасы қандай еді? Деп Мәди дереу қолындағы планшетін ашып іске кірісті. Руслан есінде қалған детальдарды айтып берді. Көліктің қымбат Мерседес екенін, оның нөміріндегі 2 санды, және Сәния оны қалай атағанын айтты. Мәди планшетін құлағына басып, өз жігіттеріне бұйрықтар бере бастады. Оның адамдары қаладағы бүкіл дерекқорды, камераларды тінте бастады. 2 сағаттан кейін Мәди жертөлеге қайта кірді. Бұл жолы ол өзімен бірге ыстық тамақ, жаңа сапалы киімдер, ноутбук және бір бума қағаз әкелген еді. Руслан, сенің әйелің нағыз ақымақ, соқыр адам екен, деді Мәди қағаздарды үстелге жайып тастап. Оның даусында ащы мысқыл бар еді. Сенің орныңа тауып алған байшкешің мүлдем бай емес. Ол нағыз иллюзия. Мақсаттың сыры және тордың құрылуы. Руслан қағаздарға үңілді. Онда Мақсат Сабыров деген адамның толық досьесі жатыр екен. Бұл Мақсат қаладағы танымал алаяқ әрі Альфонс. Ол өзін ірі кәсіпкер етіп көрсетеді, қымбат көліктерді жалға алады, киімді қарызға киеді. Бірақ шын мәнінде оның банктерге және ең бастысы қара қасқырлар деп аталатын қауіпті қылмыстық топқа 50 миллион теңге қарызы бар. Ол негізінен күйеуі жоқ, немесе байлығы бар, бірақ миы жоқ әйелдерді торға түсіреді. Сәнияны да дәл сол үшін айналдырған.
Сенің әскерде екеніңді, ал пәтердің Сәнияның атында екенін білген соң, ол пәтерді сатқызып, ақшасын ортақ бизнеске саламыз деп алдап жүр. Шын мәнінде ол пәтердің ақшасын алған бойда қарызын жауып, шетелге қашып кетпекші. Сәнияның өзін тақырға отырғызады. Оның үстінен қазірдің өзінде 3 әйел арыз жазған, бірақ заңдық дәлел жеткіліксіз болған соң құтылып кетіп жүр. Русланның көзіне суық, жыртқыштық күлкі үйірілді. Сәния оны кедей, тек әскери формадан басқа түгі жоқ деп қорлап, нағыз бай өмірді таңдаған еді. Ал шын мәнінде ол өз қолымен өзін тозаққа, кедейлікке итеріп жатқан екен. Жалтыраған мысты алтын екен деп нағыз алтынды далаға лақтырған ақымақ. Ол пәтерді қашан сатпақшы? Деп сұрады Руслан даусы қатайып. Біздің жігіттер жылжымайтын мүлік агенттіктерін тексерді. Сәния пәтерді бүгін таңертең жедел сатылымға қойыпты. Нарықтағы бағасынан 30%-ға арзан сұрап отыр. Клиенттерді де тездетіп іздестіріп жатыр. Демек, мақсатқа ақша өте шұғыл керек, бандиттер оны қысып жатқан болуы керек деп жауап берді Мәди. Егер қаласаң, біз жігіттермен барып, ол мақсаттың қабырғасын санап, пәтерді саған қайтарып береміз. Сәнияны да көшеге лақтырамыз. Бір сөзің жеткілікті, Руслан. Руслан басын шайқады. Оның көзқарасындағы қатаңдықпен суық есеп Мәдидің өзін сәл тіксіндіріп тастады. Жоқ, ешқандай күш көрсетпейміз. Заңды бұзбаймыз. Егер біз оларды қазір ұрып тастасақ немесе пәтерді сатуға кедергі жасасақ, Сәния өзін құрбан сезінеді. Ол өзінің қандай қателік жасағанын, кімді таңдағанын толық сезінуі керек. Олар пәтерді сата берсін. Бірақ сол пәтерді біз сатып аламыз. Мәди түсінбей қасын керді. Қалайша? Өз пәтеріңді өзің сатып аласың ба? Пәтер ресми түрде Сәнияның атында. Заң жүзінде ол менікі емес, мен оны өз қолыммен сыйлағанмын. Егер ол оны сатса, ақшасын мақсатқа береді. Мақсат ақшаны алған соң оны тастап қашады. Міне, дәл сол кезде мақсаттың жолын біз кесеміз. Оның қылмыстық топтарға қарызы бар дедің ғой. Біз сол қара қасқырларға мақсаттың қолына үлкен ақша түскелі жатқанын жасырын түрде хабарлаймыз. Мақсат ақшадан да, бостандығынан да айырылады. Ал Сәния далада ешкімге керексіз, пәтерсіз, ақшасыз қалады. Және ең бастысы, пәтер заңды түрде басқа адамның атына, яғни сенің сенімді адамыңның атына өтеді. Сөйтіп пәтер маған заңды түрде қайтып келеді. Мәди досының жоспарының мінсіздігіне қайран қалды. Бұл нағыз арнайы жасақтың психологиялық операциясы еді. Жауды өз қателігімен құлату, күш жұмсамай-ақ толық жеңіске жету. Олар өз ашкөздігінің құрбаны болады. Сен нағыз шахматшысың, Руслан, деді Мәди күліп. Жарайды, мен сенімді, байсалды көрінетін риэлтор мен нотариус табамын. Біз бұл пәтерді ертең-ақ сатып аламыз. Ақшаны қолма-қол береміз, оларға сол керек қой. Бірақ саған қазір көшеге шығуға болмайды. Сәния сені қалада жоқ, келер айда келет деп ойлауы тиіс. Мен осында Қасым ағаның жанында боламын, деді Руслан жертөленің сұр қабырғаларына қарап. Маған күш жинау керек. Бұл ойын енді ғана басталды. Менің оларға дайындаған тосиын енді басталады. Ол Қасым ағаның ескі айнасына қарады. Одан баяғы аңғал, көзсіз ғашық Руслан емес, көзінен от шашқан, кегін қайтаруға дайын тұрған, қатал да сабырлы жауынгер қарап тұрды. Оның жүрегіндегі махаббат өліп, орнына темірдей төзім орнаған еді. 3 бөлім. Сыпырылған. Нотариус кеңсесі және соқыр ашкөздік. Ақпан айының алғашқы күндері де қаңтардан қалыспай, қала көшелерін мұзбен қарға орап, сырқыраған аязбен тұмшалап тұрған еді. Бірақ Сәнияның көңіл күйі жаздай жадырап ішіне сыймай жүрді. Ол айна алдында ұзақ отырып, ең қымбат көйлегін киді, шашын сәндеп, өзінше жаңа өмірге дайындалды. Оның қиялында қазірдің өзінде Дубайдың жылы жағалауы, қымбат қонақ үйлер мен Мақсат екеуінің шетелдегі миллиондық бизнесі елестеп тұрған болатын. Руслан туралы ой оның санасынан мүлдем өшіп кеткендей еді. 2 жыл бойы өзін күндіз-түні ойлаған, маңдай термен тапқан пәтерін оған сыйлаған адал күйеуінің аязда қалай далаға қуылғаны, оның сүп өлуі мүмкін еді жүргісі келе. Оның көзін тек ақша мен жалған байлықтың буы тұмшалап тастаған болатын. Мақсат та қасында айналшықтап жүрді.
Оның үстінде бұрынғыдай қымбат жүн пальто, қолында былғары портфель. Бірақ оның көздерінде бір үрей, түсініксіз асығыстық бар еді. Ол әр 5 минут сайын сағатына қарап, телефонын тексере берді. Өйткені бүгін оның қара қасқырлар қылмыстық тобына қарыз қайтаратын ең соңғы күні болатын. Егер бүгін кешке дейін 50 миллион теңгені апарып бермесе, ертең оны қала сыртындағы орманнан бөлшектенген күйі табатыны анық еді. Мақсат үшін Сәния жай ғана құтқарушы қайық, өз басын арашалап қалуға арналған ақымақ құрбан ғана болатын. Жаным тездетші, деді Мақсат жасанды күлкімен, Сәнияның белінен құшақтап. Сатып алушы күтіп қалды. Бүгін бәрін бітіреміз де, ертең ақ ұшып кетеміз. Билеттер дайын. Сәния еркелей күліп. Қазір, жаным. Осы пәтерден құтылсам болды, Русланның көлеңкесінен, өткен өмірдің барлық кірінен тазарғандай боламын. Мен сенімен нағыз бақытты әйелмін. Олар нотариус кеңсесіне келді. Кеңсенің ішінде оларды Мәдидің сенімді адамы, үстіне қатаң классикалық костюм киген, өзін Бауыржан деп таныстырған орта жастағы байсалды еркек күтіп отыр екен. Бауыржанның қасында үлкен қара дипломат тұрды. Оның ішінде нақты қолма-қол ақша бар еді. Мәди мен Руслан бұл операцияны мінсіз ұйымдастырған болатын. Ешқандай банктік аударымдар жоқ, өйткені Мақсатқа бандиттердің қарызын жабу үшін шұғыл түрде қолма-қол ақша керек екенін олар өте жақсы білді. Нотариус келісім шартты дайындап, Сәнияның алдына қойды. Сәния құжаттарды оқып та жатпай, қуаныштан қолы дірілдеп, еш ойланбастан қол қойып берді. Русланның қан төгіп, маңдай термен тапқан пәтері енді заңды түрде Бауыржанның, яғни Русланның өзінің меншігіне өтті. Бауыржан дипломатты ашып, ішіндегі буда-буда $100 купюралар мен теңгелерді үстелге қойды. Сәнияның көздері жайнап кетті. Ол өмірінде мұншама көп қолма-қол ақшаны бірге көрмеген еді. Саудаңыз берекелі болсын, деді Бауыржан салқын ғана. Ол құжаттар мен пәтердің кілттерін алып, кеңседен шығып кетті. Сәния ақша салынған ауыр дипломатты кеудесіне қысып Мақсатқа қара. Міне, Мақсат, біз енді баймыз. Бұл біздің жаңа өміріміздің бастамасы, деді ол шаттана. Бірақ ол Мақсаттың жүзіндегі өте суық, жыртқыш жымисты байқамаған еді. Мақсаттың нағыз бет бейнесі және құлаған үміт. Олар нотариус кеңсесінен шығып көшеге беттеді. Қаңтардың аязы бетті қарып тұр, көшеде адам сирек. Мақсаттың жалға алынған қара Мерседес көлігі жол жиегінде тұр екен. Сәния, күнім, дипломатты маған бер. Мен қазір банкке барып, осы ақшаны біздің шетелдік ортақ бизнес шотымызға салып келейін. Ақшамен көшеде жүру қауіпті. Ал сен пәтерге барып, үйдегі қалған ұсақ-түйек заттарыңды жинай бер, деді Мақсат қолын созып. Оның даусында баяғы жұмсақтық жоқ, бұйрық райы анық сезілетін. Сәния дипломатты сәл қаттырақ қысып тартыншақтай берді. Банкке бірге барайықшы, Мақсат, мен де сенімен бірге болғым келеді. Бұл менің пәтерімнің ақшасы ғой, деді ол, әйелдік интуициясы бірдеңені сезгендей. Мақсат кенеттен тоқтап қалды. Оның көздеріндегі ғашық ханзаданың жылтырақ маскасы лезде сыпырылып түсті. Ол Сәнияға жоғарыдан төмен жиіркене қарады. Мен саған бер дедім, деп ақырды ол, және дипломатты Сәнияның қолынан күшпен жұлып алды. Сәния тепе-теңдігін жоғалтып, тайғақ мұздың үстіне құлап түсе жаздады. Мақсат, не істеп жатырсың? Деп баж ете түсті Сәния, өзінің қашығының бұл дөрекі қылығынан шошып кетіп. Мақсат дипломаттың тұтқасын мықтап ұстап мысқылдай күлді. Оның күлкісінде ешқандай махаббат жоқ еді, тек жеңіске жеткен алаяқтың арсыздығы мен қатыгездігі ғана бар болатын. Не істеп жатырмын? Өз қарызымды жабуға кетіп бара жатырмын, ақымақ қатын, деді ол түкірініп. Сен шынымен мені сенімен бизнес ашады, Дубайға апарады деп ойладың ба? Сендей ақымақ, ақша үшін өз күйеуінің шаңырағын сатқан сатқын әйелмен кім ұзақ өмір сүреді дейсің? Менің банктерге және байсалды адамдарға қарызым басымнан асады. Бұл ақша сол қарызымды жабуға кетеді. Ал сен маған көмектескенің үшін рахмет, сен өзіңнің рөліңді тамаша ойнап шықтың. Сәнияның төбесінен жай түскендей болды. Оның құлағы шыңылдап, әлем шыр айналып бара жатқандай сезілді.
Ол өңі мен түс екенін айыра алмады. Жоқ, сен қалжыңдап тұрсың. Мақсат, бұл менің ақшам. Сен маған уәде бердің ғой. Мен сен үшін Русланды далаға қуып жібердім ғой. Ол мені өлтіреді. Ол жаншыра айқайлап Мақсаттың қымбат пальтосына жармасты. Мақсат оны бар күшімен итеріп жіберді. Сәния қардың үстіне етпетінен құлады. Оның қымбат ақ пальтосы мен туфлиі лай қарға былғанды. Күйеуіңді қуып жіберсең, өзің кінәлісің. Сатқын қатынды бәрі пайдаланады. Қош бол, ақымақ. Енді маған қоңырау шалушы болма, деді Мақсат. Ол Мерседеске отырып, есікті ішінен құлыптап алды. Сәния орнынан ұшып тұрып, көліктің терезесін жұдырығымен ұрғылай бастады. Аш есікті. Ақшамды қайтар. Оңбаған. Алаяқ, деп шыңғырды ол көз жасына тұншығып. Оның дауысы аязды көшеде жаңғырып шықты. Бірақ Мақсат оған қараудың орнына көлікті оталдырып, газды басуға дайындалды. Сәния өзінің түпсіз тұңғиыққа құлағанын енді толық түсінді. Ол ештеңесіз қалды. Ешқандай пәтерде, ақшада, бай көңілдесте жоқ. Ол жай ғана алаяқтың құрбаны болған еді. Бірақ оның азабы мұнымен біткен жоқ. Тағдырдың қатал бумерангі енді ғана өз айналымын бастаған болатын. Қара қасқырлар қақпаны, тағдырдың соққысы. Мақсат көлікті орнынан қозғай бергенде, көшенің екі жағынан қараңғыланған терезелері бар екі қара түсті Toyota Land Cruiser жол талғамайтын көлігі зырқырап келіп, Мерседестің алдын және артын тарс етіп жауып тастады. Жол толық жабылды. Мақсат тежегішті кілт басып, рульге соғыла жаздады. Оның көздері бадырайып, жүрегі аузына тығылды. Көліктердің есіктері ашылып, ішінен үстеріне қара былғары күртеше киген, денелері таудай 5-6 жігіт шықты. Бұл қаладағы ең қатыгез қылмыстық топ қара қасқырлар еді. Мәди оларға Мақсаттың қолына үлкен ақша түсетінін дәл уақытында хабарлап қойған болатын. Сәния қорқып кетіп, ғимараттың қабырғасына қарай шегінді. Ол не болып жатқанын түсіне алмады. Қылмыстық топтың басшысы, мұрны сынған, бетінде тыртығы бар, дәу жігіт Мерседестің есігіне келіп терезені қақты. Мақсат дірілдеп есікті ашпады. Дәу жігіт еш ойланбастан қолындағы темір таяқпен көліктің терезесін быт-шыт қылып ұрып сындырды. Шыны сынықтары Мақсаттың бетіне шашырады. Ол бақырып жіберді. Екі жігіт Мақсатты жағасынан сүйреп, терезеден жұлып алып, көшедегі қардың үстіне лақтырды. Мақсат, бауырым, сені біраз іздеп қалдық қой. Телефон көтермейсің, кездесуге келмейсің, деді топ басшысы оған төне түсіп. Бізге бір құстар сенің қолыңа бүгін үлкен ақша түсті деп сайрады. Біздің қарызымыз қайда? Міне, бәрі көліктің ішінде. Дипломаттар, алыңдар, бәрін алыңдар, деп қалтырады Мақсат, бетін қолымен жауып. Бағана ғана Сәнияға қораша төнген алаяқ қазір нағыз қорқақ күшіктей қыңсылап жатты. Жігіттердің бірі көліктен дипломатты алып шықты да ашып тексерді. Ақша толық еді. Ақша орнында екен. Жарайсың, Мақсат, бірақ бұл тек негізгі қарызың. Ал бізді 2 ай бойы алдап қашып жүргенің үшін процент кім төлейді? Ол үшін біз сенің денсаулығыңды аламыз, басқаларға сабақ болсын, деді топ басшысы суық үнмен. Ол жігіттеріне басымен белгі берді. Сол сәтте олар Мақсатты қардың үстінде аяусыз тепкілей бастады. Ауыр бәтеңкелердің соққысынан Мақсаттың қабырғаларының сықырлағаны, оның жанұшыра бақырған дауысы бүкіл көшені басына көтерді. Қан қарға тамшылап, аппақ қарды қызылға бояп жатты. Олар оны өлтірмеді, бірақ өмір бойы мүгедек болып қалатындай етіп аяусыз сабады. Сәния бұл қорқынышты көрініске қарап, аузын қолымен жауып, дірілдеп тұрды. Ол айқайлауға да, қашуға да шамасы келмей, тас мүсіндей қатып қалған. Жігіттер істерін бітірген соң дипломатты алып көліктеріне отырды да, көз ілеспес жылдамдықпен жоқ болып кетті. Көшеде тек терезесі қираған Мерседес, қанға боялып, есінен танып жатқан Мақсат және бұрышта есінен ауысқан адамдай дірілдеп тұрған Сәния ғана қалды. Мұздай көше және соңғы үміттің өшуі. Аяз күшейіп, боран қайта көтерілді. Сәнияның жұқа қымбат пальтосы оны суықтан қорғай алған жоқ. Ол тоңып тістері сақылдай бастады. Ол баяу қадаммен Мақсаттың қасына келді.
Одан көмек күтудің еш мәнісі жоқ еді, ол ессіз жатыр, ал оның ақшасы жоқ. Сәния қалтасынан телефонын шығарды. Оның барар жері қалмаған еді. Пәтердің кілті бағанағы Бауыржан деген кісіде кетті. Оның үстіне үйдегі заттарының көбін жинап үлгермеген де болатын. Ол ата-анасына қоңырау шалайын деді, бірақ олар басқа қалада, әрі Русланды далаға қуып жібергенін естісе, оны кешірмейтінін білді. Оның миына бір-ақ адам келді. Руслан. Ол мені әлі де жақсы көреді ғой. Ол маған пәтер сыйлаған. Ол мені кешіреді. Мен оған мақсат мені алдады, қорқытты, зорлап сатқызды деп өтірік айтамын деген ақымақ, өзімшіл ой оның басына келді. Сәния қалтыраған саусақтарымен Русланның нөмірін терді. Нөмір қол жетімсіз. Блокқа қойылған. Сәния сол жерде мұздың үстіне отыра қалып дауыстап жылап жіберді. Оның макияжы ағып, сұлулығынан ештеңе қалмады. Жай ғана көшеде қалған, сатқындығы үшін жазаланған бейшара әйел. Кенет көшенің арғы бетінен қараңғыланған терезесі бар, жол талғамайтын көлік баяу ғана келіп, Сәниядан 10 шақты метр жерге тоқтады. Бұл Мәдидің көлігі еді. Көліктің артқы есігі ашылды. Ішінен ұзын қара пальто киген, бойы тіп-тік, жанары қасқырдай өткір Руслан шықты. Ол асықпай, қарды сықырлата басып Сәнияға қарай жақындады. Сәния аяқ киімнің даусын естіп басын көтерді. Русланды көргенде оның көздері үлкейіп, қуаныш пен үміттің оты жарқ етті. Ол шынымен де Руслан оны құтқаруға келді деп ойлады. Русланның әлі де сол баяғы көзсіз ғашық, кешірімді күйеуі екеніне сенді. Руслан. Русланым. Деп Сәния орнынан атып тұрып, оған қарай жүгірді. Ол Русланның кеудесіне жабысып, еңіреп жылай бастады. Сен келдің бе? Сен мені құтқаруға келдің бе? Руслан, кешір мені. Мына оңбаған мақсат мені қорқытты, ол мені мәжбүрледі. Ол менің ақшамды ұрлап кетпекші болды. Сосын оны біреулер ұрып кетті. Руслан, мен тек сені жақсы көремін. Қайтайықшы үйімізге. Пәтерді қайтарамыз. Мен бәрін түсіндім. Руслан ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Ол оны итермеді де. Ол жай ғана қолын қалтасынан шығармай, Сәнияның жылап, өтірік айтып жатқанын үнсіз тыңдап тұрды. Оның жүзінде бір тамшыда эмоция, бір тамшыда аяушылық жоқ еді. Ол өзінің алдында сүйікті әйелін емес, жай ғана лас, сатқын елесті көріп тұрғандай. Сәния Русланның үнсіздігінен қорқып, оның көзіне қарады. Русланның мұздай суық, тастай қатты жанарын көргенде, оның сөздері тамағына кептеліп қалды. Бұл баяғы мейірімді, өзіне табынып тұратын Руслан емес еді. Бұл оның шаңырағын сатқан адамды кешірмейтін жаралы, қатал жауынгер болатын. Руслан Сәнияның иығындағы қолдарын ақырын ғана қағып тастады. Үйімізге дейсің бе, Сәния? Деді Руслан, даусы боранның суығынан да бетер ызғарлы шығып. Сенің енді үйің жоқ. Сәния түсінбей, көзін жыпылықтатты. Қалайша? Пәтерді бағанағы Бауыржан деген кісіге саттым ғой. Ақшасын аналар ұрлап кетті. Бірақ біз сотқа береміз. Сен маған көмектесесің ғой. Руслан мысқылдай жымиды. Бұл күлкі Сәнияның жүрегін мұздатты. Бауыржан Мәдидің адамы. Ал Мәди менің досым. Сен пәтерді маған саттың, Сәния, енді ол ресми түрде қайтадан менің меншігімде. Ал мақсаттың қолына түсетін ақшаны қара қасқырлар күтіп тұрғанын да біз ұйымдастырдық. Сенің сатқындығыңның құны осы мұздай көше. Сәнияның аузы ашылып қалды. Оның миы бұл ақпаратты қорыта-алмай есеңгіреп тұрды. Барлығы, басынан аяғына дейін Русланның жоспары болған ба? Ол өзін ең ақылдымын деп санап жүргенде, Руслан оны өз қолымен тұңғиыққа итеріп жіберген екен ғой. Сен бәрін әдейі істедің бе? Сен мені далаға тастау үшін осының бәрін ұйымдастырдың ба? Деп шыңғырды Сәния, шарасыздықтан жынды адамша. Сен қалай ғана осындай қатыгез болдың, Руслан? Мен сенің әйеліңмін ғой. Сен менің әйелім болудан сол түні, мені аязда өлімге итеріп, бөтен еркектің қасында қалғанда тоқтағансың, деді Руслан әр сөзін шегелеп. Сен менің аязға тоңып, үсіп өлгенімді қаладың. Сен менің өмірімді тартып алғың келді.
Енді сол аяздың қандай болатынын өзің сез. Руслан бұрылды да көлікке қарай нық қадам басты. Руслан, тоқта, жалынамын, мені тастамашы. Мен тоңып өлемін ғой. Менің барар жерім жоқ. Руслан. Сәния оның артынан жүгірмек болды, бірақ мұзға тайып құлап түсті. Ол қарды тырнап еңіреп жылап жатты. Руслан тоқтаған жоқ. Ол көліктің есігін ашып ішке отырды. Мәди көлікті оталдырып, жылыту жүйесін қосты. Кеттік пе, бауырым? Деді Мәди, сырттағы Сәнияға бір қарап қойып. Кеттік, бұл жерде менің шаруам бітті, деді Руслан терезеге қарап. Қара түсті жол талғамайтын көлік орнынан қозғалып, боранды көшеге сіңіп жоқ болды. Ал артта қақаған аязды көшеде бұзылған Мерседестің жанында өз ашкөздігі мен сатқындығының құрбаны болған Сәния жалғыз қалды. Тағдырдың бумерангы өз нүктесіне жеткен еді. Оған ешкім де, ештеңе де көмектесе алмайтын. Бірақ Руслан үшін бұл тек кек алудың аяқталуы ғана емес, жаңа өмірдің басталуы болатын. Ол өзіне көмек қолын созған, оған пана болған Қасым ағаға қайтып оралуы керек еді. 4 бөлім. Ақжарық таң, жаңа өмір және тағдырдың тарасы, соңғы бөлім. Көліктегі үнсіздік және ластанған шаңырақ. Қара түсті, ауыр жол талғамайтын көлік қаланың қарлы, боранды көшелерін тіле, алға қарай зырқырап келе жатты. Терезе сыртында қаңтардың құтырынған аязы ұлып, әлемді ақ түтекке орап тұрса да, көлік іші жып-жылы еді. Руслан артқы орындықта терезеге қарап үнсіз отырды. Жаңа ғана аязда көз жасына тұншығып, мұзға етпетінен құлаған Сәнияның бейнесі оның көз алдынан кетпеді. Бірақ бұл бейне оның жүрегінде ешқандай аяушылық, сағыныш немесе өкініш тудырмады. Керісінше ауыр бейнеттен, ұзаққа созылған дертінен айыққан адамдай, кеудесінен үлкен бір тас түскендей ғажап жеңілдік сезінді. Мәди рөлді басқарып келе жатып, артқы көрініс айнасынан досына қарады. Руслан, бәрі артта қалды. Операция сәтті аяқталды. Енді не істейміз? Пәтерге барамыз ба? Кілті менде, құжаттар да заңды түрде сенің атыңда, Бауыржан арқылы рәсімделген. Ол үйге барып, ыстық душ қабылдап тынығып ал. Өз шаңырағыңа оралдың ғой, деді Мәди. Руслан басын шайқады. Оның жанарында бір шаршаңқылық пен жиіркеніш араласқан сезім бар еді. Жоқ, Мәди, мен ол пәтердің табалдырығын енді ешқашан аттамаймын. Ол жердің ауасы ластанған. Әрбір қабырғасы, әрбір бұрышы маған сатқындықты, сол бір оңбаған мақсаттың одеколонның иісін еске салады. Менің маңдай теріммен келген ол шаңырақтың берекесі қашқан. Мен ол жаққа қайтып барсам, өзімді қорланғандай сезінемін. Онда не істейміз? Босқа тұра ма? Деп сұрады Мәди түсінбей. Оны сат. Тез арада, мейлі арзандау болса да сат. Ақшасына қаланың басқа шетінен, тыныш, жасыл желекті ауданнан кеңірек таза жер үй аламыз. Ал қалған ақшасын сенің агенттігінің дамуына, жаңа бизнес жобаларға саламыз. Мен енді сенімен бірге жұмыс істеймін, егер қарсы болмасаң, әрине, деді Руслан досына қарап, алғаш рет шынайы жымиып. Мәди қарқылдап күліп жіберді. Оның күлкісі көлік ішіндегі ауыр үнсіздікті бұзып жіберді. Қарсы болмасаң дейді ғой. Мен сендей арнайы жасақтың офицерін, нағыз стратегті өзіме тарту үшін не істерімді білмей жүргенмін. Ертеңнен бастап сен менің толыққанды серіктесімсің, қауіпсіздік бөлімінің бастығысың. Ал қазір қайда барамыз? Қонақ үйге ме? Қасым ағаға, деді Руслан ойланбастан. Мен оны сол қараңғы, дымқыл жертөледе 1 минутта қалдыра алмаймын. Ол маған өмір сыйлады. Аяздан түсіп өлетін жерімнен құтқарып қалды. Енді мен оған жаңа өмір сыйлайтын кез келді. Жертөледен жарыққа жол. Көлік ескі, кеңес үкіметінен қалған көп қабатты үйдің ауласына келіп тоқтады. Руслан жертөлеге түскенде, Қасым аға ескі пештің жанында қалтырап, тоқтаусыз жөтеліп отыр екен. Дымқыл ауа мен суық жертөледе жастағы адамның денсаулығына кері әсерін тигізе бастағаны, оның өкпесіне суық тигені анық еді. Руслан кіріп келгенде, шал орнынан қуана, әлсіздене көтерілді. О, батырым, оралдың ба? Жүзің жарқын ғой, көзіңдегі баяғы кек оты сөніпті. Демек жоспарың іске асты ма? Деді Қасым аға,
Русланды арқасынан қағып. Іске асты, аға. Бәрі біз ойлағандай болды. Әділдік орнады. Олар өз қазған орларына өздері түсті, деді Руслан оның қолын қысып. Содан кейін үстел үстіндегі Қасым ағаның ескі жұмыс киімдеріне, қақталған шәйнекке қарап, терең күрсінді. Аға, киіміңізді жинаңыз. Біз бұл жерден бір жола кетеміз. Қасым аға түсінбей қалды. Оның жанарына мұң ұялады. Қайда барамыз, балам? Менің бұл жертөледен басқа барар жерім жоқ қой. Баяғыда әйелім мен досым алдап бәрінен айырылғанмын. Мен сенің жаңа өміріңе жүк болмайын. Бұдан бұлай сіздің үйіңіз бар. Менің үйім сіздің үйіңіз, деді Руслан кесіп айтып, даусына еш қарсылық күтпейтін әскери қатаңдық қосып. Бірақ көздерінде шексіз мейірім тұрды. Сіз мені аязда үсіп өлуден аман алып қалдыңыз, маған пана болдыңыз, әкемдей ақыл айттыңыз. Мен сізді енді ешқашан бұл дымқылға тастамаймын. Біз жаңа үй аламыз. Сіз менің шаңырағымның төрінде отыратын боласыз. Қасым ағаның көзіне жас толып кетті. Көп жылдар бойы ешкімге керексіз, жалғыздықтан қурап қалған жүрегіне бір жылы мейірім сәулесі түскендей болды. Ол Русланды қатты құшақтап үнсіз жылады. Сол түні олар Мәдидің кең үйінде қонып, келесі күні жаңа өмірдің кірпішін қалауға кірісті. Бір айдың ішінде Сәниядан қайтарып алынған пәтер тиімді бағаға сатылды. Руслан қаланың тыныш, жасыл желекті ауданынан жайлы, кең жер үй сатып алды. Үйдің ауласында алма ағаштары өсіп тұрған, іші жарық әрі жылы еді. Қасым ағаға арнап ең жарық, үлкен бөлмені дайындады. Қарттың қуанышында шек жоқ еді. Ол аулаға гүл егіп, үйдің шаруасына араласып, қайтадан өмірге деген құлшынысы оянды. Руслан болса Мәдидің күзет және киберқауіпсіздік агенттігіне кіріп, өзінің әскери тәжірибесі мен қатаң тәртібінің арқасында компанияны жаңа халықаралық деңгейге көтерді. Олар ірі бизнесмендердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қаладағы ең беделді, ең табысты фирмаға айналды. Бірақ Русланның өміріндегі ең үлкен өзгеріс әлі алда еді. Ақ халатты періште және емделген жүрек. Көктем туып, қар ери бастаған шақ. Табиғат қысқы ұйқысынан оянып, бәйшешектер бір жарып жатты. Бірақ Қасым ағаның жертөледе тапқан созылмалы жөтелі асқынып, Руслан оны қаладағы ең жақсы жекеменшік клиникалардың біріне қаратты. Олар дәрігердің бөлмесінің алдында күтіп отырған. Есік ашылып, ішінен ақ халат киген, қою қара шашын жинақы етіп түйген, жанарынан шексіз мейірім мен жылулық төгіліп тұрған жас маман шықты.